Assalamu alaikum қыздар, сіздерді өз каналымнан көргеніме қуаныштымын. Мені қолдап, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен бірге оңай әрі қолжетімді заттардан жасалатын осындай жұп-жұмсақ печеньені дайындайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: ұн, жұмыртқа, қант, сұйық май, айран, разрыхитель және де шым-шым тұз қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Қантымызды саламыз. Айранымызды құямыз. Менде қолдың айраны, дүкеннің айранымен жасасаңыздар да болады. Тұзымыз бен разрыхителімізді қосамыз. Соңынан сұйық майымызды құйып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластыратын боламыз. Бізде разрыхитель мен айран реакцияға түсіп, кішкене массамыз ұлғаяды. Одан қорықпаңыздар. Енді осы сұйық массамыздың үстіне ұнымызды кішкенеден қосып отырып араластыратын боламыз. Қою болғанынша венчиктің көмегімен осылай араластырып отырамыз. Оның барлығын бірден қосып жібермеңіздер, кішкенеден қосып жасайсыздар. Міне біздің қамырымыз қоюланды. Енді ұнның барлық бөлігін салып, қолымызбен жұп-жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Қамыр бізде сондай жұмсақ, пластилин сияқты керемет болып шығады. Кішкене қолға жабысуы мүмкін, бірақ көрсетілген ұннан артық ұн қоспаңыздар. Біздің печеньеміз қатты болып қалуы мүмкін. Қамырымызды тындырып қойып қажет емес, сразу жайып печенье жасай берсеңіздер болады. Кішкене үстелімізге ұн сеуіп, қамырымызды 4 бұрышты етіп жаямыз. Мен печеньелерді 4 бұрышты етіп жасаймын, сондықтан осылай 4 бұрышты етіп жайдым. Ал егер сіздер жүрек пішіндес, гүл пішіндес етіп жасайтын болсаңыздар, дөңгелек етіп жайсаңыздар да болады. Енді жайып болған қамырымыздың үстіне осылай сұйық майымызды толық барлық жеріне тигізіп жағып шығатын боламыз. Үстінен қант себеміз. Міндетті емес, бірақ та осылай жасаңыздар әдемі болады, бір жағынан дәмді болады. Толық тигізіп барлық жеріне қантымызды сеуіп шығамыз. Енді осы қанттарымыз түсіп қалмас үшін оқтаумен үстінен 1-2 мәрте жүріп өтеміз. Қанттарымыз қамырға жабысу үшін. Енді осылай 4 бұрышты етіп кесіп шығатын боламыз. Жаңа айтып өткенімдей, печеньелерді өз қалауларыңыз бойынша әртүрлі формада жасасаңыздар болады. Алдын ала 10-15 минут алдын пештеріңізді 180 градуста қыздырып қойыңыздар. Енді табамызға пергамент немесе фольга қағазын төсеп, печеньелерімізді кішкене бір-бірінен алшақтау орналастырып шығатын боламыз. 20-25 минутта пісіріп аламыз. Өз пештеріңіздің жағдайына қарайсыздар. Мүмкін 20 минутта пісір, мүмкін 30 минутта пісір. Кішкене беті қызарып, золотистый цветке енгенше пісіріп аласыздар. Бізде осындай керемет печенье шығатын болады. Шаймен ішкенге, балаларға бергенге болсын, өте керемет болады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, қолжетімді заттардан жасалады. Еш қиындығы жоқ. Сіздерден отзыв күтемін. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.